Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Қаламқас дімлама жасау әдісімен бөлісетін боламын. Әркім әртүрлі жасайды, немесе өзім үй жағдайында өйстіп етімізді кішкене май құйып қазанымызға, етімізді турап, сосын қазанымызға салып, бетін жауып қойып, жай отта жайлап қуыратын боламын. Бұқтырып қуырсаңыздар еттеріңіз өте жұмсақ әрі дәмді болып піседі дімламаларыңыз. Сосын пиязымызды жақсылап майдалап турап, етіміздің көбігі кетіп, кішкене қызыл түске енген кезінде пиязымызды салып, пиязымызды жақсылап араластырып, оны да бетін жауып қойып, бұқтырып қуыратын боламын. Сосын бізге бір сәбізіміз қажет болады. Сәбізімізді жақсылап жіңішке етіп турап алыңыздар. Қатты жуан болып кетсе де, сәбізіміздің өзінің суы шығатын болады. Міне, қазанымыздың бетін жауып қойып, кішкенеден бұқтырып қуырып алыңыздар. Сосын капустамыз 4-1 етіп турап, 2 бөлікке бөліп, әркім өз қалауымен мен 3-4 бөлікке бөліп алдым капустамызды. Сосын мына сәбізімізді, міне қарасаңыздар, сөлі шығып жатыр. Еттің, пияздың, сәбіздің суы шығып, бұқтырылып жатыр. Сосын картопымды саламын. Картопымды кішкене араластырып, лавр жапырағын саламын. Сосын кішкене зіра саламын. Сасаңыздар да болады, самасаңыздар да болады. Сосын банка салатымыз бар еді, помидор салат. Сосын азғанат салып жердім. Сосын 3-4 чесногымызды салып, капустамызды бетіне теріп, жақсылап теріп, бетін жауымыз керек бағана етіміздің, картопымыздың. Әркім әртүрлі жасайды. Мен кішкене майға қуырып, бұқтырып аламын. Сосын мына капустамыз теріп болғаннан кейін үстінен тұз себемін. Ана тұзымыз капустамызға сіңіп, капустамыз өте жұмсақ болып піседі. Сосын 45 минутқа дімдеп бұқтырып қоямын. Міне, дімламамыз дайын болды. Ал енді араластырып, қараңыздаршы, еті тушенка болып піседі, жұмсақ болып, аузыңызға салсаңыз еритін. Мына қараңыздар, өте керемет болып шығады. Ал ас болсын.